Барлықтарыңызға сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше, нәзік болып пісетін сүзбелі рогаликтердің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рогаликтер небәрі 5 ингредиенттен тұрады, сондықтан да осы рогаликтерді жасап көруді ұсынамын. Іші де өте үлпілдек, нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліңіздер. Бізге қажетті заттар ол 200 грамм сүзбе, 250 грамм ұн, 100 грамм маргарин, бір кішкентай қасық қопсытқыш және де қант. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді, жұмсақ маргаринімізді, қопсытқышымызды қосып, миксердің көмегімен 2 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей осындай жұмсақ қамыр болуы керек. Одан кейін қамырымызды 5 мм-дай қалыңдықта оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Жайылған қамырымызға қантымызды сеуіп, видеодағыдай біркелкі бөліктерге кесіп аламыз. Кесілген бөліктерімізден видеодағыдай рогаликтер жасаймыз. Одан кейін дайын болған рогаликтеріміздің әрбіреуін видеодағыдай қантқа малып аламыз. Жасалған рогаликтарымызды противенге салып, 180 градуста 25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне осындай өте дәмді рогаликтер шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.